Баршаңызды Ұлытау облысына қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Ұлытау облысы әкімдігінің атынан баршаңызды шахматтан Қазақстан Республикасы чемпионатының салтанатты ашылу рәсімімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының чемпионаты Ұлытау облысында өтуі бұл ең біріншіден өмірімізге деген көрсеткен жоғары сенім. Оның ұйымдастырушылық әулеті мен спорттық инфрақұрылымның лайықты деңгейі екенін айғағы. Біз үшін еліміздің үздік шахматшыларын қабылдау үлкен мәртебе және зор жауапкершілік. Қазақстан шахматының халықаралық аренадағы беделін асқақтатып жүрген көптеген біздің спортшыларымыз бар. Атап айтқанда, әлемдік деңгейде жоғары нәтижелерге қол жеткізген гроссмейстерлер Жансая Әбдімәлік, Бибісара Асаубаева, Динара Садуақасова, Ринат Жұмабаев сияқты сынды спортшыларымыз ел мерейін үстем етіп, жас буынға үлгі болып келеді. Олардың жетістіктері Қазақстан шахматының қарқынды дамуын нақты дәлелі. Өмірімізде шахмат спортын дамыту бағытында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Сіздер білесіздер, Ұлытау облысы бойынша шахмат федерация өз деңгейінде жұмысын жоғары деңгей деп айтуға болады жасап келе жатыр. Тағы да бір жарқын мысалы, Жезқазған қаласында 25 жылы Жансая Әбдімәлік атындағы шахмат академиясының ашылуы. Аталған академия жас шахматшылардың кәсіби шеберлігін шыңдап, халықаралық деңгейдегі спортшыларды тәрбиелеуге бағытталған білім және спорт орталығына айналып келеді. Құрметті бүгін шахматшылар, бүгінгі жарысқа қатысушылар, біздің осы додаға республикамыздан 16 команда қатысып отыр. Бұл өз кезегінде чемпионаттың ауқымдылығы мен маңызын айқындап түседі. Чемпионат жоғары ұйымдастырушылық деңгейде тартысты әрі әділ бәсеке жағдайында өтеді деп сенім білдіргім келеді. Бұл дүбірлі доданың қорытындылары Қазақстан Республикасында шахмат спортын одан әрі дамытуға елеулі серпін беріп, отандық зияткерлік спортын жаңа белестерді бағындыруға жол ашады деп тағы да сеніммен айтуға болады. Осы іс-шараны ұйымдастыруға және жоғары деңгейде өткізуге атсалысқан барша азаматтарға Ұлытау облысының әкімдігінің атынан мен өз алғысымды айтқым келеді. Шахматтан Қазақстан Республикасы чемпионатын ашық деп жариялаймын.